Жамбылда жарты жылда кәмелеттік жасқа толмаған 42 тұлғаға қатысты 38 қылмыстық іс қозғалған. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 4 іске көп. Сондықтан салдармен күресу сұранып тұрған салмақты сауал. Осыны негізге алған білім басқармасының мамандары сот қызметкерлерімен бірлесе бала құқығына қатысты дөңгелек үстел өткізді. Бала құқығын қорғау бүгінде әлемдік қауымдастықтар бас қатырған өзекті мәселелер қатарында. Бұл тақырып сот қауымдастығы мен білім басқармасын бей-жай қалдырған жоқ. Мамандар жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымы оқушыларының басын қосып, оларға құқық жайлы лекция оқыды. Біздің енді басты мақсатымыз осы күн тәртібінде арнайы шақырылған мамандармен қазіргі Қазақстандағы сот процестерінде балалармен жұмыс істеу ерекшеліктерін талқылау, сондай-ақ жасөспірімдердің ойын тыңдау, құрметтеу, осы сияқты сынды мәселелер талқылап, дұрыс-бұрыстығын ұсынысқа енгізу болып табылады. Көбіне үлкендердің қателігінен бала зардап шегеді. Әсіресе бүгінгідей ажырасу фактілерінің көбейген уақытында бұл өзекті. Кәмелеттік жасқа толған бала не анасында, не әкесінде қалатын өз шешеді. Сондайда сотта бала құқығы аяққа тапталып жататын фактілер аз емес. Сондықтан мамандар бұндай олқылыққа жол бермеу үшін балаларға өз құқықтары жайлы ашып айту керек деген пікірде. Гүлжан Серік, Санат Аралбек, Нұрбол Қыстаубек, 7-7 Ньюс.